Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Абылай Мақсұтбек. Алдымен аңдатпа. Зейнеткерлікті SMS хабарлама арқылы рәсімдеуге болады. Бүгінде еліміз бойынша 2 адам осы қызметті пайдаланып зейнеткерлікке шықты. Семейде алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің жиыны өтті. Олар шеберліктерін көрсетіп, біліктіліктерін арттырмақ. Қаламызда назар аударыңыз, балалар атты жедел алдын алу шарасы өтуде. Мақсаты балалардың жолдарда жарақат алу қаупінің алдын алу. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматуллинді қабылдады. Кездесу барысында парламент мәжілісіндегі Нұр Отан партиясы фракциясының қазіргі қызметі мен жұмыс жоспарлары туралы ақпарат берілді. Қазіргі таңда мәжілістің қарауында 45 заң жобасы бар. Барлық 3 фракция жұмысына кірісті. Елбасы тапсырмалары сайлау алды уәделердің орындалуы мен 100 нақты қадам ұлт жоспарының жүзеге асуын сапалы бақылау міндеттері бар. Сонымен қатар тұңғыш президентке Еуропа мен Азия елдері парламенттер спикерінің кеңесіне дайындық барысы туралы мәлімет берілді. Үлкен халықаралық жиынға 65 мемлекеттің парламент делегациялары келетін болды. Оның ішінде 43 делегацияның спикерлері өздері басқаратын болды. Бұл жалпы ең соңғы 20 жылдың ішінде ең жоғары деңгейге өтіп жатқан парламенттің жиыны. Биыл ол сіздің Еуразия идеяның 25 жылдығына кезінде Москвада жариялаған сол 25 жылдығына арналып жатыр. Ертең мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына 2 күндік мемлекеттік сапары басталады. Президент бастаған делегация осыдан 1 сағат бұрын Пекин әуежайына қонды. Мемлекеттік сапар Си Цзиньпиннің шақыруымен Қытай Халық Республикасының құрылуының 70 жылдығы аясында өтеді. Қазақстандық делегация құрамында бірқатар министрлер мен ұлттық компания басшылары да бар. Мемлекеттік сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев жоғарғы деңгейдегі бірнеше кездесу өткізеді деп жоспарланған. Қытай Қазақстанның ірі сауда серіктесі. Былтыр екі ел арасындағы сауда-саттық көлемі 11 миллиард ақш долларына жеткен. Әкімшілік соттар енді өз шешімінің жүзеге асуын қатаң бақылап, қадағалай алады. Ол үшін ақшалай өндіру институты енгізілмек. Жоспар бойынша айыппұл көлемі 10-нан 100 айлық есептік көрсеткішке дейін жетеді. Мәжілісте әкімшілік рәсімдік кодекстің таныстырылымы өтті. Бұл құжаттың мемлекеттік мекемелердің өкілдеріне ұнамауы да мүмкін, бірақ тұрғындардың мүддесін қорғайды. Бармақ басты, көз қысты фактілерді болдырмайды. Арын Ермекұлы елордадағы бір ауданның әкімшілігінің жұмысына наразы. Өзін алаңдатқан мәселесімен бірнеше рет хат жазған, тіпті қабылдауға да жазылған. Содан бері жарты жыл өтіпті, әлі кіре алмапты. Я болмаса алдайды, я болмаса таныс тамыр керек. Аттарынан даже Нұр Отанға да жүгірдім. Енді арын сияқты жоғардағыларға қол жетпей, төмендегілерге сөз өтпей жүргендердің құқығы қорғалады. Әкімшілік рәсімдік кодекс қабылданса, онда азамат мемлекеттік органның өзіне барып шағым түсіре алады. Және оған сол мекеме 15 күннің ішінде жауап беріп, шақырып, жұмыс тобының отырысына қатыстыруы міндетті. Осы кодекстің өзінде билік органның оның кінәлілігі презумпцияланатын болады. Мұның өзінде егер азамат талап арыз немесе шағым берген кезде ол билік органының кінәлігін дәлелдеуге міндетті емес. Құжаттың таныстырылымы мәжілісте өтті. Оған үкімет депутаттармен қатар қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, заңгерлер қатысты. Осыған дейін төменгі палатадағы парламенттік тыңдау жалпы отырыс онлайн көрсетілсе, бүгін заң жобасының таныстырылымында бірнеше сайттан онлайн қарауға мүмкіндік болды. Әркім өз ойын бүкпесіз ашық айтты. Комитеттер өте белсенді жұмыс істейді сарапшылармен. Меніңше дұрыс, өте жақсы үрдіс. Енді келсе пішкенді оны келте болмайды дейді ғой қазақ атамыз. Ал енді кодекске оралсақ, жаңадан қабылданатын құжат алдымен қарапайым адамның құқығын қорғайды. Әкімшілік процестің басты ерекшелігі судьяның белсенді рөлі. Енді сот қажет деген дәлелдерді кез келген мекемеден өзі сұрата алады, тіпті күмәні болса өзі сол істі зерттейді. Прокурорлар жекелеген санаттар бойынша ғана іске қатыса алады. Олар салықтық, кедендік, экологиялық және бюджеттік даулар. Кодекстің меніңше ең басты мақсаты ол қарапайым азаматпен 18 миллион
қазақстандықтардың әрқайсысының мемлекеттік әкімшілік органдармен қарым-қатынасын жеңілдету. Азаматтар мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста, сотпен қарым-қатынаста барып осы кодексті оқи бастайды. Құжатты әзірлеуде Германияның тәжірибесі алынды. Бұл тек таныстырылым ғана, алда жұмыс топтарының отырыстарында тағы талқыға түседі. Бастысы заңның сапасына мән берілмек. Индира Бегайдар, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстанда SMS хабарлама арқылы зейнеткерлікке шығудың қанатқақты жобасы енгізіледі. Қазір бірінші кезеңі жүзеге аса бастады. Ол азаматтарға арналған үкімет қызметкерлер арасында іске асырылуда. Бүгінде еліміз бойынша 2 адам осы қызметті пайдаланып зейнеткерлікке шықты. Жобаның ыңғайлы тұстары мен қандай артықшылығы бар екендігі туралы келесі бейнематериалымыздан көресіздер. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы зейнетақыны рәсімдеудегі баламалы қанатқақты жобаны іске қосты. Яғни қазақстандықтардың үйде отырып SMS хабарлама жіберу арқылы зейнетке шығуға мүмкіндіктері бар. Бұл уақытты үнемдеуге, артық қағазбастылықтан арылып, ұзын сонар кезек күтпеуге мүмкіндік береді. Бұрын азаматтарға мемлекеттік төлемдерді рәсімдеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет болатын. Қазір зейнеткерлік жасқа толғанға дейін болашақ зейнеткерге 10 күн бұрын баламалы әдіс қызметін рәсімдеу жөнінде SMS ұсыныс келеді. Егер азамат келсе, онда оған иә сөзін енгізіп, SMS-ке жауап жіберу керек. Осы қызметті рәсімдеу үшін азамат жұмыс орны бойынша кадрлар бөліміне өзінің еңбек қызметі туралы мәліметтерді алдын ала ұсынуы қажет. Мамандар оларды еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуі тиіс. Яғни зейнеткер үшін барлық іс-әрекеттерді кадрлар бөлімі атқарады. Семейде осындай SMS хабарламаны бірнеше адам алған. Это очень удобно, выгодно, сидя дома. Бұл өте ыңғайлы. Үйде отырып ешқайда барудың қажеті жоқ. Мен немерелермен үйде отырамын. Маған өте ыңғайлы. Қазірдің өзінде SMS хабарлама келді. Мен тек SMS жіберу үшін өз келісімімді беруім керек. Онда олар өздері рәсімдейді. Бұл өте ыңғайлы және тиімді. Қазір қанатқақты жоба тек азаматтарға арналған үкімет қызметкерлері арасында ғана іске қосылды. Нәтижелері бойынша оны басқа ұйымдарға тарату мүмкіндігі қаралатын болады. Бүгінде халыққа қызмет көрсету орталықтарында 700-ден астам түрлі қызмет көрсетіледі. Олардың 500-ін өзін-өзі қызмет көрсету секторында рәсімдеу мүмкіндігі бар. Қазақстанда цифрландыру белсенді түрде жүруде. Яғни ең көп тараған анықтамаларды e-gov және m-gov мобильді қосымшалары арқылы алуға болады. Ильяс Сәбитұлы, Семей телеарнасы. Семейде жаңа оқу жылына алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің дайындығын тексеру басталды. Оқытушылардың жиыны 3 күнге созылмақ. Осы уақыт ішінде олар өз шеберліктерін көрсетіп, біліктілігін арттырудан өтеді. Шараның алғашқы күнінде жиналғандар сапқа тұрды. Оларға Семей қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының бастығы алғашқы нұсқаулық өткізді. Жиынға қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев, Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының әскери қызметкерлері, басқарма мен музей қызметкерлері, ардагерлер мен оқу орындарының ұстаздары қатысты. Еліміздің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету бүкіл халықтық іс. Ол үшін жастардың бойында өз еліне деген патриоттық сезім, отанына деген сүйіспеншілік, еліміздің қауіпсіздігіне деген жауапкершілікті сезіну сынды қасиеттерді қалыптастыра білу керек дейді Семей қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының бастығы Жақсылық Айтбаев. Бұл тұрғыда алғашқы әскери дайындық пәні еліміздің жас азаматтарын қарулы күштердегі әскери қызметке даярлаудың мемлекеттік жүйесінің құрамдас бөлігі. Сондықтан мектеп қабырғасынан бастап жастардың әскери мамандыққа деген қызығушылығын арттыру қажет. Необходимо нам все вместе задуматься. Біздің барлығымызға 2019-2020 жылдарды жемісті етіп республика бойынша көшбасшылар маркасын жасауды ойластыруымыз керек. Басқа жылдармен салыстырғанда біз біраз артта қалып отырмыз. Сондықтан да осы бағытта барлық директорларды алғашқы әскери дайындық пәнін оқытушыларды қолдауды сұраймын. Өйткені біздің мемлекетіміздің қорғанысы бізге және біз даярлайтын және оқу орындарына жіберетін балаларға байланысты. Алғашқы әскери дайындық оқытушыларының біліктілігін арттырудың жыл сайынғы жиыны жалпы нұсқамадан басталды.
Келесі кезең дене дайындығы, жауынгерлік және саптық сынақтардан тұрады. Ол әскери патриоттық тәрбие орталығында өтеді. Одан әрі педагогтар дәріс бағдарламасының курсын тыңдайды. Айта кетерлігі 34, 22, 27 мектептер мен Шәкәрім атындағы көпбейінді гимназия, Жасұлан ерлер лицейінің түлектері биыл Қазақстан Республикасының жоғарғы әскери оқу орындарына түсті. 8 жыл бұрын алғаш рет қалада алғашқы әскери патриоттық клуб құрды. Ол жас қыран, қалада бірінші. Мұндағы мақсатымыз осы әскерге дейінгі балалардың тек қана физикалық тұрғыдан дайындығы ғана емес, әскери бағыттағы өздерінің отан қорғауға деген алғашқы өздерінің дайындықтарын бастаса деп ойлағанбыз. Сол кезеңнен бастап біз осы жалғасып келе жатыр. Енді республика көлемінде осы іс қолға алынған кезеңде ол өзінің нәтижесін берді. Қазіргі таңда мектепте алғаш рет жас сарбаз деген мектеп класс ашылды 5-ші сыныптан. Олар болашақ патриоттар. Қазіргі таңда жастарды әскери қызметке даярлаумен шұғылданатын мекемелер мен жауапты тұлғалар болашақ сарбаздарды Қазақстан Республикасының әскери бөлімдеріне табысты қызмет етуге даярлауға аса жауапкершілікпен қарауда. Бұл тұрғыда қаламызда түрлі шаралар өткізілуде. Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің біліктілігін көтеру бойынша қолға алынған әдістемелік семинар 3 күнге созылады. Эльмира Жүсімбекқызы, Анастасия Резцова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Қаламызда жыл басынан бері жол көлік оқиғасы барысында кәмелетке толмаған 6 бала жарақат алған. Оқу мерзімі кезінде балалардың жолдарда жарақат алу қаупі артады, сондықтан оның алдын алу мақсатында құқық қорғау органдары назар аударыңыз балалар атты жедел алдын алу шарасын қолға алды. Балалардың жолдарда жарақат алуы кез келген қаладағы мәселенің бірі. Оның өзектілігі балалардың ұзақ демалыстан кейін жаңа тәртіпке көшетін оқу жылының басталуымен арта түседі. Яғни жолдарда жүргізушілерге аса мұқият болған жөн. У нас ежедневно проводится оперативная сводка. Біз күнделікті жедел мәліметтерді аламыз. Оған сәйкес жүйелі түрде балалардың қатысуымен жол көлік оқиғалары болып жатады. Көлік жүргізушілеріне жылдамдықты сақтап, жол ережелерін бұзбауды сұраймыз. Баланың аты бала, кейде олар тыйым салынған жерде жүгіріп өтеді. Сондықтан жүргізушілердің осындай жағдайларға назар аударғандары жөн. Назар аударыңыз, балалар рейді кезеңмен жүргізіледі. Алғашқысы дайындық деп аталады. Ол тамыз айының соңында өтті. Қазірде екінші негізгісі жүргізілуде. Жүргізушілер мен ересектермен алдын ала әңгімелесулері өткізіліп, автобус салондары мен аялдамаларда жол көлік оқиғаларының алдын алу туралы ақпараты бар парақшалар таратылуда. Бұл тұрғыда әсіресе жолдың жанына орналасқан мектептерде оқитын балалар үшін ерекше қауіпті. Біз бірнеше рет құзырлы орындарға хат жазып, жаңағы светофор орнатуын сұраған болатынбыз. Арнайы 3 жыл бойы қатарынан хат келіп, бізге ондай светофор орнатуға мүмкіндік жоқ екендігін, себебі үлкен Шәкәрім даңғылында үлкен светофор тұрғандығын, және сонымен қатар бізге сұраныс бойынша көліктердің мектеп ауласына кірмеуі белгісін қойып кетті биылғы жылы. Одан артық ештеңке қоя алмайтындығын айтты. Келешекте мүмкіндік болса лежачий полицейский деген болады ғой, соларды қойса деген сұранысымыз бар. Сонымен қатар сіздің жолаушыңыз бала атты тағы бір алдын алу шарасы өтуде. Оның барысында тәртіп сақшылары қоғам мен көлік жүргізушілерінің назарын балаларды көлікпен тасымалдау кезінде қауіпсіздік белдігін және балаларды ұстап қалу құрылғыларын орнату қажеттілігіне назар аударады. Айта кетерлігі, көптеген қала тұрғындары аталмыш ережелерді сақтайды. Конечно, на постарше подрос мы поменяли, от этого было... Бұл үлкендеуі. Бұған дейін кішкентай балалар креслосы болды. Ол да бекітілетін. Перзентханадан шыққанда бірден орнаттық. Қазір тіпті ересектер де артқы орында отырып қауіпсіздік белдігін тағады. Себебі бұрынғыдай емес, жолда жүру қаупі жоғары. Ал балалар біздің қазынамыз. Рейдтік шаралар әкімшіліктің ресурстық орталығы мен жас сарбаз жастар бағыты өкілдерінің қатысуымен өткізілді. Жалпы ағымдағы жылдың 8 айында Семей қаласында 6 кәмелетке толмаған жасөспірім түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған 6 жол көлік оқиғасы тіркелген. Эльмира Жүсімбекқызы, Қуаныш Смағұлов, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгін елімізде латын қарпіне негізделген жалпы қазақстандық ашық диктант өтті. Шара мың бала республикалық жоба аясында қолға алынған. Бұл жолғы диктанттың ерекшелігі түрлі этнос өкілдерінің қатысуында.
Сауаттылықты тексеру шарасы шаһардың 3 оқу орнында ұйымдастырылды. Жалпы қазақстандық диктант тұңғыш рет өткізіліп тұрған жоқ. Бұл жолғы акцияда қазақ тілін насихаттауға арналған. Шараның мақсаты тұрғындардың мемлекеттік тілді білуге деген қызығушылығын арттыру, қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру және қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайту. Здесь не выставляются оценки, здесь вывешивается. Мұнда баға қойылмайды. Мәтін ілініп, оны әркім көре алады. Кез келген адам, әсіресе жастар, неменеге көңіл аудару керектігін көре алады. Менің ойымша, жастар үшін бұл әлде қайда жеңіл болады. Себебі ағылшын тілі негізге алынады. Бұл адамның өзін тексеруге мүмкіндік береді. Жалпы мұндай акция біздің мемлекеттік тілімізді кеңінен насихаттайды деп есептеймін. Ең бастысы, бұл акцияға қатысу белсенділігі барлық қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымын көрсетеді. Жалпы республикалық акция жаңа қазақ әліпбиін насихаттауға, латын негізді қазақ әліпбиін тәжірибелік тұрғыдан меңгеруге дағдыландыруға бағытталған. Биылғы жыл елімізде жастар жылы деп жарияланды. Сондықтан мәтін жастар жылына арналып, 2019 жыл жастар жылы деп аталды. Акция Қазақстан Халқы Ассамблеясының 1000 бала жобасы аясында жүзеге асуда. Мұнда кез келген адам білімін тексеруіне мүмкіндік алды. Біз диктант жаздық, қиынға соққан жоқ. Себебі біз колледжда бұның алдында да латынша сабақтарда алдын ала дайындықтар жүргізген болатынбыз. Ең басында бізге латын әліпбиінде жазу қиындық туғызды әрине. Себебі біз әріптердің қалай жазылатынын білмедік. Дегенмен де бізге осында оқып жүрген мұғалімдер қалай дұрыс жазу керектігін үйреткендіктен қазір біз еркін жаза аламыз латын әліпбиінде. Я никогда не писала похожий диктант. Мен бұрын мұндай диктант жазған емеспін. Сауаттылықты тексеру шарасына тыңғылықты дайындалдым. Көптеген мәтіндер оқыдым. Бұған оқытушыларым да көп үлес қосты. Барлығы жақсы болады деген ойдамын. Атап өтерлігі 20 ғасырда қазақ әліпбиі 4 рет өзгерді. Жуырда латын графикасының қазақ тіліндегі жаңа нұсқасы қабылданып, ол біртіндеп кирилдік таңбадан латынға 2025 жылға дейін ауысатын болады. Бүгінгі шараға қатысқандардың барлығы болашақта қазақ тілінің жаңа тарихы мен оның қалыптасуына қосқан үлесін ерекше деп бағалайды. Латын тіліндегі жалпы республикалық диктант мәдениетіміз үшін қажет үздік азаматтық жобалардың бір ретінде қарастырылуы тиіс деп атап өтті ұйымдастырушылар. Ашық диктант жазуға этномәдени бірлестіктердің өкілдері, студенттер қатысты. Арыстан Мадвасова, Анастасия Рисова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгінде көпшілік арасында өмірден өткен адамға байланысты қонағасы 40 жылы қатым түсіру деген мәселелер көп талқыланады. Бұл тұрғыда дастарханға қойылатын ас мәзірі реттелді деп айтуға болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тарапынан бұл туралы бірнеше жыл бұрын пәтуа шыққан. Қазіргі кезде қонағасыға қатысты сұрақтар бар. Халықтың жағдайын ескере отырып, мейрамханаларда қонағасын беру тоқтатылса, яғни адамдар асқа қатысуы міндетті емес екенін білсе дейді дін өкілдері. Адам қайтыс болған кезде бұл осы қайғысына ортақтасып, алыстан адамдар келеді. Қайғысына ортақтасып, көңіл айту үшін. Сол кісілерге ас дайындалады. Бұл асты мәйіт болған үйден емес, мәйіт жатқан үйден емес, басқа үйден беріледі. Яғни көрші қолаңдары беріледі, туған туысқандары береді. Тамақ ішудің өзі міндетті емес. Өлгеннің алдында тірінің 4 міндеті бар деп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Ол қандай? Ол қайтыс болған адамды жуындыру, оны ақ матаға орау, оны жерлеу және оның жаназасын оқу деген. Жерлемес бұрын оның жаназасын оқып, осының 4 нәрсе міндетті болады. Ал қалған нәрселер ол сүннет, жақсы амалдар. Егер істесе жақсы, бірақ істемесе онда ешқандай бір күнәсі жоқ дегендей. Және соңғы ақпарат Шығыс Қазақстан облысында дабылды ескерту жарияланды деп хабарлайды Қазгидрометтің облыстық филиалы. 11 қыркүйек күні облыстың кей жерлерінде жаңбыр жауады деп күтіледі. 12 қыркүйек күні түнде тұман түседі. Жаңбыр жауып, соңы қарға айналады деп күтілуде. Кей жерлерде тұман түсіп, найзағай ойнайды. Батыстан, солтүстік батыстан соққан желдің екпіні кей жерлерде секундына 15-20 метрге дейін жетеді деп болжанады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.